Баршаларыңызға қайырлы күн, достар. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен карамельный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирог сондай нәзік, дәмді пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Алдымен комната температурасындағы тұрған сары майымызды алып, оған ұнымызды салып, үгілмелі қамыр жасап алуымыз керек. Май міндетті түрде 67 немесе оның үстінде болуы қажет. Пампушка деген ондай майлар жарамайды. Менде майым морозилкада тұрғасын, мен шамалы микроволновкаға ертіп алдым. Бұл жерде менде 3 пирогтың қамыры. Енді қантымызды қосып, тағы бір жақсылап араластырып аламыз барлығын. Разрыхитель салатын боламыз. Тағы бір жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз, разрыхителіміз әбден араласу үшін осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқамызды шағып, қамырды илеуге кірісетін боламыз. Қамыр жұп-жұмсақ, сондай эластичный болып шығады. Қамырдың әбден иін қандырып, осылай мен 3-ке бөліп алдым. 3 пирог жасағаннан кейін, сосын салафан мешочкқа салып, холодильникқа 30 минутқа салып қойдым. Бұл жерде және де весыға өлшеп алдым. Үшеуінің вестары бірдей болу үшін. Қамыр тыныққанша салмасына кірісейік. Менде бұл жерде вареный сгущенка. Мендегі сгущенка на развес сатылады. Ал сіздерге айналайын немесе 3 желанияның вареный сгущенкасын алуға кеңес беремін. Алдымен осылай вареный сгущенканы венчиктің көмегімен әбден араластырып аламыз. Бірден қаймақ салып жібермейміз. Бірге салып жіберсеңіздер, вареный сгущенкаларыңыз ішінде түйір-түйір болып жүретін болады. Варенканы әбден былғап алғаннан кейін осылай қаймақ қостым. Қаймақ 20% немесе 20%-ның үстінде болуы қажет. Соған жұмыртқамызды қосып, және де мен кукурузный крахмал қосамын. Қоспай қоюларыңызға да болады. Кукурузный крахмалдың плюсы массаны жақсы ұстап тұратын болады. Осының барлығын тағы бір араластырып аламыз. Осындай керемет масса шығады. Бұл жерде миксермен мүлдем араластыруға болмайды. Осылай венчиктің көмегімен әбден бір 3-4 минуттай жақсылап араластыруымыз керек. Сол кезде ғана масса біркелкі қоюланып, әдемі болып шығатын болады. Енді қамырды осылай формамызға жайып шығамыз. Бұл жерде менде 24 см. Іргелеріне, барлық жеріне осылай жақсылап жайып шығамыз. Және де ең соңында осылай вилканың көмегімен мен бекітіп шығамын. Орталарын тесіп алыңыздар, сол кезде ауа кіріп, біркелкі пісетін болады пирог. Енді тек салмасын құйып, 180 градуста 35-40 минут пісіріп алу ғана қалды. Осылай салмасын құйған соң міндетті түрде форманы шамалы сілкілеп алыңыздар. Рецепт ұнаған жағдайда каналыма подписка жасап, комментарий жазып, лайк қойып кетіңіздер. Және де жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Дәл осы рецептпен заказ қабылдап, табыс табуларыңызға да болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.